Мен Дулат Кәусар, Марат Қабанбаевтың құралай әңгімесі. Аспан айналып жерге түскендей, шақырайған Шарболат күн балқып барады. Бұйрат құмның іші қайнап тұр. Құс ұшпайды, тышқан жүгірмейді аптап. Тек шегірткелер жаппай жамырап берекесіз шырылдайды. Трактор сүйреген бес көп машинаның қайшылары жаландап, сыр-сыр етеді. Машинист балалар көздерін бір ашып, бір жұмып, қалғып шұлғып отыр. Машина дөңгелегі томарға соғылса, қопан ете қалады да, дереу көтергіш тягіге жармасады. Трактор құлақ тұндырады. Жанармайдың күлмісі иісі танау жарады. Көзге шыбын шіркей тығылады. Кейде орақ қиған қурай сынығы ұшып келіп бетке сырт етіп тиетінін қайтерсің. Балалар аздан соң бастары былғандап, қайтадан қалғи бастайды. Агрегат қамысты жапыра шауып, қалың қауға кіре беріп еді, трактордың таңқиған танауынан, тақ астынан үш бірде киек атып шығып, қырға қарай аңқыды. Трактор солқ етіп қалт тоқтады. Қайысабай тракторист кабинадан бас қылтитып саусағын шошайтып, «Елік, әне елік!» деп қырылдады. Балалардың ұйқылары шайдай ашылып, машинадан түсе-түсе жүгірді. Кектер көк майса бетімен сармайдай сырғып ағып барады. Енелері қоға қауданын басынан аса ырғып-ырғып, тез ұзап кеткенімен, құртақандай қосылақ мандымады. Қураймен қамысқа шырматылып, таяқ тастам жерде тұпырлайды. Оқушылар қолтықтарына қанат біткендей шабыс үстіне шабыс қосты. Күн ыстық талақтар көпке шыдамады. Екі өкпесін соғып, тілі салақтап, бұта түбіне жатып қалды. Мәзмирам балалар қос құралайды қолтықтарына қысып агрегатқа беттеді. Лақтар зар-зар маңырайды. Сол екен, құм етегіне зырқырап барып қалған енелері кен орай бері қайырылып қайта шапты. Бастан аса ырғып өтерде екпіндеп келді де таяқ тастам жерге дік етіп тұра қалды. Қос құлағын едірейтіп, жерді кішкене тұяғымен дік-дік теуіп танауының осқырнады. Балалар ұлардай шулады. «Қап, мылтық жоғын қараш, тарс еткізетін, ә?» Қожаның қоярға жер таппаған ана елік балалардың алдын алай бір, бұлай бір кесіп, шөпті жапыра жүгіріп өтеді. Қарт тракторист машинистердің лепірме сөзін даурықпа айқай шуын елемеді. Ыстық күнде тоңып бүріскен лақтардың басынан кезекпе-кезек сипап, көп әурелемей қойсақ қайтеді? Яғни, енесі көзі боталап, бізге қарап тұр. «Ана мен баланың обалына қалармыз» деді. Тас лақтырым жерде ана елік шынымен оқшыр айтып тұр еді. «Я, Қайсабай ағаларын дұрыс айтады, сол кісінің тілін алыңдар. Бауыр еті баламнан айырмаңдар. Өздерінде баласындар, мен секілді шешелерім бар шығар» дегендей маңырап жіберді. Құмарлықпен қызық жеңіп, беттері бал-бұл жанған балалар көнбеді. «Әрен ұстады өзін. Қосқа апарып сүт береміз. Қолға үйретіп үйдегі қозы лаққа қосамыз. Мектепке тірі табиғат мүйісі бар. Құралайды соған қойып қоямыз. Еліктің лағы қойып қойғанға қозғалмай тұратындай-ақ. Оны көру үшін көрші мектептен делегация балалар келеді. Билет сатып көрсетеміз. Қайсекен тракторын баппен ұстайды. Жұмысқа мұқият. Балалар зәрі жоқ, ие жұмсақтықтан опық жеп қалатыны да бар. Соғыста оқ жұлып әкеткен мұлақ саусағын шолтан еткізіп бір сілтеді. «Мейлі, асырауын асырайсыңдар-ау. Ал анау енесін қайтесіңдер?» Балалар тұс-тұстан жамырады. «Бәрібір қасқыр жеп қояды. Иісіміз сінді. Енесі жеріп алмай ойса қайтеміз. Бір-екі күн бағып көрелік». Қабекен артық сөзге бармады. Қабағы түсіп, кабинаға кірді. Газды дүр еткізіп басып жіберді. Қос құралай қостың босағасына мықтап байланды. Обалы не керек? Балалардың бағуында мін жоқ. Ас үйден нан, сорпа келіп алдына қойды. Лақтар ауыз тегізбеді.
Иесі не түрлі, жана орылған шөп ала келіп, ауыз жетер жерге байлап қойды. Бір-екі ескегені болмаса, қос құралай мұны да місе тұтпады. Күн ұзақ, тұмсықтарын бауырына тығып, бұратылып жатады да қояды. Оқта, текте суға тұмсық матырады. Таңертең де сол, түсте, кешке де сол. Қайсекен бастаған картин механизаторлар. Шөптің асылын таңдап, жейтін тағын сорпананды қайтсын. Одан да ұзын арқау кен тұсаумен қос артындағы көгалға қоя беріңдер, деді. Ол ақылда қобалынып тағы орындалады. Қырсық лақтар бәрі бір оған көнбеді, баяғы сіресу сол сіресу. Жалын шашқан белес құмдарға талыға қарап, белдері аспанға шығып үнсіз тұра берді. Соңғы кезде соғыстан алып келген контузиясы түн ұзақ ұйқы бермей көзігір тиіп жүрген Қайсекен. Балалар, мен білсем осылардың енесі түні бойы қос төңірегін манайлап, айналшықтап кетпей жүр. Түн ортасында үзіп зорланып маңырағанын естідім, деп қынжылды. Өздері естімегесін балалар бұл сөзге мән бермеді. Апта өтпей жатып лақтардың бүйірі ескі жезлегенде қабысып, арып, азуға айналды. Әйтеуір бір тұрып та қалғу, жатып та қалғып мүлгу. Көздеріне көк шыбын үймеліп жатса да, селт етпейді. Жүріп турадан да қала бастады. Тұмсықтары шошайтып, сирақтары шілбейіп, түрі аруаққа айналды. Лақ емес, лақтың жіңішке қарындашпен салған шимай шатпақ суреті.